қараймыз мұқият. Не көріп тұрмыз? Бидай. Жақсы. Бүгін біздің сабағымыз қандай тақырыпта өтеді деп ойлайсыз? Егіншілікті қандай шаруамен байланыстыруға болады? Қыпшақ Сейітқұл, дұрыс айтасыздар. Ыбырай Алтынсариннің Қыпшақ Сейітқұл әңгімесі. Неге Қыпшақ Сейітқұл? Өйткені ол егіншілік шаруашылығы. Дұрыс айтасыздар. Бүгін бізде тақырып Ыбырай Алтынсариннің Қыпшақ Сейітқұл әңгімесі. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстыра бағалау және де кейіпкердің өзіндік құндылығы тұрғысынан талдай отырып эссе жазу. Бұл біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты болады. Енді балалар, біз өткенде бұл шығарманы оқыдық, алдыңғы сабақта. Енді мазмұнын тиянақтап алу үшін мына сұрақтарға жауап берейік. Қолымызды көтеріп қана жауап береміз. Түсінікті, шуламаймыз. Қыпшақ Сейітқұлды қандай ой толғандырды? Айта ғой. Ауылды қалай байытам деп толғандырды. Өз ауылын қалай байытам деп толғандырды. Келсеңіз ба? Жақсы. Екінші сұрақ. Қабырғалы бойына келген кездегі ішкі ойы? Бұл ауылды қалай байытам? Жоқ, қабырғалы бойына. Қабырғалы деген өзі көшіп келді ғой. Егін отырғызған жері қабырғалы деген. Ол қандай жер болды? Сулы бар, жақсы. Жайлы жер болды, жақсы. Үшінші сұрақ, Сейітқұл егінге суды қалай тартты? Аяла айта ма? Сейітқұл егінге суды арық арқылы тартты. Дұрыс. Не себепті жарлы жақыбайлар келе бастады ауылына? Себеп. Кім айтады? Айта ғой, Айша. Егін бар? Тағы кім айтады? Мал шаруашылығымен айналысты. Айта ғой. Олардың ауылы не істеді? Байи бастады және де жұмыс бар ол жерде, және де өте қандай ел болды ол? Өте? Жоқ, өте еңбекқор, тату адамдар болды, жақсы. Келесі, егіншіліктен басқа тағы қандай кәсіппен айналысты? Елдар айта ғой? Мал шаруашылығы. Сауда шаруашылығымен айналысты. Жарайсыңдар. Келесі, Қыпшақ Сейітқұл ел алдында қандай құрметке ие болды? Асыл айта ғой? Ол ел ағасы болды. Ел ағасы болды, қадірлі азамат болды. Жақсы. Сейітқұл кейін байғаннан кейін ауылын жаңа қоршап қорған салдырады. Ұры қаралар жаңағы жинаған байлығын ұрлап кетпесін деп, сол арқылы Сейітқұлдың қандай қасиетін байқауға болады? Мұқият. Алдын ала ойластыру, яғни келіп біреу ұрлап кеткеннен кейін оймен малымды ұрлап кетті ғой, мынаны қоршау керек деп іс болғаннан кейін емес, іс болмай тұрып алдын ала ойластырып көрегендерген танытты. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Енді біз үш топқа бөлінеміз. Мына бірінші топ бізде болады қызыл дәндер, екінші топ бізде болады ақ дәндер және үшінші топ бізде сары дәндер боламыз. Жақсы ма? Келесі тапсырмаға көшейік. Әр топқа жеке-жеке тапсырмалар беріледі. Бірінші қызыл дәндер сіздерге мынандай суреттері берілген. Әңгіменің мазмұнына байланысты бұл суреттерді рет-ретімен әңгіменің мазмұнын шығатындай қылдырып ретімен қоямыз. Түсінікті ма тапсырма? Бұл бірінші топқа берілетін тапсырма. Жақсы, келесі ақ дәндер сіздерге уақыт тізбегі Сейітқұл мен ағасының іс-әрекетін салыстырасыздар. Сейітқұлдың ағасы бар екен білеміз ғой? Ағасы не істеді ол кісі? Жақсы білеміз, түсінікті. Сол Сейітқұл мен ағасын салыстырмалы түрде жазамыз. Түсінікті ма? Жақсы. Және бізде үшінші топ сары дәндер сіздерге беріледі. Синквейн әдісі бойынша 5 жол өлең, яғни бірінші жолы зат есім, екінші жолы сын есім, үшінші жолы етістік,
Және тақырыпқа байланысты 4 сөз, және 5-шісі синоним. Міне, мына кестеде берілген қалай жазылатыны осыған қарап жазамыз. Тапсырма түсінікті ме балалар? Жақсы, орындаймыз. Орындауға 10 минут уақыт беріледі. Ал балалар, тапсырмаларды орындап болсақ, бізде 3 топқа 3 тапсырма берілді. Яғни біз бір тапсырма арқылы бірден 3 тапсырманы қамтып кеттік. Жақсы, қазір әр топ өздерінің тапсырмаларını таныстырасыңдар, содан кейін баға береміз алдарындағы карточкамен. Егер ұнаса, тапсырмасы істеген жауабы ұнаса, сендер жасылды көтересіңдер, орташа ұнаса, сарыны, егер мүлдем ұнамаса, қызылды. Жақта шынайы бағалауға тырысамыз. Түсінікті ғой? Жақсы, біз бірінші топтан бастайық. Бізде бірінші топ қандай? Қызыл дәндер. Айтамыз, бұл бізде тапсырма берілді. Берілген суреттермен әңгіме хикаятын құрастыру, яғни мазмұны. Тынышталамыз, тыңдаймыз. Бірінші сурет. Балаларға былай көрсетіп тұрсам болады. Бірінші сурет. Бірінші суретте Сейітқұл жер іздейді. Сосын қабырға ауылын табады. Одан кейін ол көшеді. Сосын үй іздейді. Үй іздеп болған соң жер жыртады. Жер жыртып болған соң олар халықты жинайды. Сосын олар бірігіп сауда туралы, егін туралы сөйлеседі. Сосын сол сауда туралы сөйлесіп болған соң олар саудаласады. Сауда жасайды, басқа ерлермен. Одан кейін сол егіндерін сатады. Сосын малдарды айырбастайды. Қорған салады, соңында. Жақсы. Бағалайық. Жақсы. Бағалаймыз. Жақсы, рахмет, отыра қой. Келесі екінші топ бізде ақ дәндер болды. Ақ дәндерден кім? Ақ дәндерден Сейітқұлдың ағасы салыстырамыз, тынышталамыз. Тыңдаймыз. Сейітқұлдың ағасы барлық ташы, жеңіл жылдың байын ұрлықты әдісі еткен. Қайырсыз Сейітқұл мейірімді, қамқор, жанашыр, бауырлы адам ершілігі мол еңбекқор. Еңбекқор. Жақсы. Келсеңіз бе? Жақсы. Баға берейік. Жақсы. Рахмет, отыра қойыңыз. Отыра қой. Бізде үшінші топ. Сары дәндер, яғни Синклейн әдісі бойынша 5 жол өлең. Оны да түсіндірдік қалай орындалатыны. Зат есім, сын есім, етісті қолдану керек. Кім Айша орындайды? Қандай Айша? Сейітқұл қайырымды, жанашыр, қоныс тапты, егін екті, бай болды. Халқына жұрт ағасы болды. Егінші. Жақсы. Баға береміз. Жақсы. Отыра қой. Енді балалар, келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма бізде эссе жазу. Мен сіздерге қазірден қағаз таратып беремін. Соған топпен ақылдасып эссе жазамыз. Эссенің тақырыбы адал еңбек мұратқа жеткізеді. Осы тақырыпты ашамыз және де біз оқыған Қыпшақ Сейітқұл әңгімесін негізге ала отырып, осы тақырып жайында өз ойларыңды, пікірлеріңді білдіресіңдер. Түсінікті ме? Жақсы. Орындаймыз. Орындауға 100 сөзден асырып жазсаңдар жеткілікті. Орындаймыз. Эссемізді жазып болсақ, қазір әр топтан сұрап шығайық, қандай эссе жазды
екенін, иә? Бірінші біз сұрайық, үшінші топтан кім оқиды? Оқи ғой. Сол жерде тұрып оқи бер. Тыңдаймыз. Адам еңбек жасап керекті. Солай жұмыс істесе, мұратымызға жетсек, арманымызға жетеді. Біз адам еңбек жасамаса, арманымызға жете алмаймыз. Жалқау болмауымыз керек. Сейітқұл осылай еңбек істеп, өзінің ауылын байқалдырды. Еңбек істеп, безін сауда жасап, мал шаруашылығымен айналысты. Сейітқұл егіншілікке айналып, елін ләззаттандырып, бірнеше жылда түзеліп, халқына көмектесті. Бірге қосылды. Жақсы, рахмет. Бағалаймыз. Бағаларымызды көрсетеміз. Бағалаймыз. Жақсы, рахмет. Екінші топтан сұрайық. Кім оқиды? Камила оқиды. Бай адамдарды дүниетанымы зерттеу олардың әрқайсысы өздерінің табыстарының қандай да бір басқа фактордан гөрі үлкен екенін қашырды еңбегімен түсіндіріледі. Америкада өз ақшалары тапқан миллионерлер аптасына 29 сағатта орта есеппен еңбек етеді. Яғни бұл жерде айтылған кісілердің барлығын білеміз, миллионерлер, иә? Қазіргі замандарымыз шынайы өмірмен салыстырған екен. Билл Гейтсті алсақ та, қайсысын алсақ та, олар қазір миллионерлер, Америка жалпы бүкіл әлемде олар бұл жетістікке қалай жетті? Адал еңбектермен, қажырлы еңбектермен, біздің жаңағы шығармадағы Сейітқұл сияқты өз еңбектермен жетті. Жақсы, рахмет. Келесі бізде бірінші топта кім оқиды? Аяла оқи ғой. Адал еңбек мұратқа жеткізеді. Адал еңбек жасаған бай болып, адал ақылды адам болды. Өзінің еңбегімен жасаған нәрсенің жақсылығын көресің. Еңбектің мәні тапты деген өз шын көңілімен жылы жүрекпен жасаған іс адам үшін жылы болады. Еңбек деген сөздің өзі адамға келеді. Еңбексіз адам жүре алмайды, ақша болмайды, ештеңе болмайды. Әр адам еңбекті сүйе білу керек. Әр адам Сейітқұл секілді жомарт болуы керек. Мысалы, Сейітқұл өзінің адал еңбегімен өзінің ауылын байытты. Бұл өте ғажап әрекет. Сейітқұл тұратын ауылда адамдар Сейітқұлды ел ағасы деп атады. Сол үшін әр адам Сейітқұл секілді болу. Жақсы, отыра ғой. Жақсы, енді екінші топты баға береміз. Екінші топқа балуанға баға береміз. Балуанға баға береміз. Жақсы. Келесі, бірінші топқа бізде Аяла оқыды. Бірінші топқа баға береміз. Жақсы, бағасын қойды. Жақсы, балалар қорытындылайық, балалар рефлексия жасап алайық. Бұл жерде менің ойымша бұл ары қарай жалғастырасыңдар, және де себебі мен оны былай түсіндірер едім. Түсіндіресіңдер. Және де мен оғандай мысалдар мен дәлелдер келтіремін деп, дәлелдер мен мысалдар келтіріп, және соңғысында осыған баясын осындай шешім, қорытынды шешім қабылдадым деп соңғы қорытындысын жазасыңдар. Осындай рефлексия жасайсыңдар. Түсінікті ма тапсырма? Жақсы, тапсырманы орындаймыз. Болса, балалар, бірінші топтан бастап оқып шығайық. Оқыр ғой. Менің ойымша бұл сабақ еңбекшілікке үйретеді. Себебі мен оны былай түсінер едім. Өзің еңбегімен жасалған нәрсе жасасаң ешқашан ұялмайсың. Оны мен мына мысалдармен дәлелдей аламын. Сейітқұл өзін және халқын ойлап, егін салып, мал, қой, түйе сатты. Осыған байланысты мен мынадай қорытынды шешімге келдім. Әрдайым өзінің еңбегімен жеңіске жету керек. Жақсы, балалар. Келісеміз ба? Иә. Жақсы, рахмет. Отыра ғой. Келесі екінші топтан бізде. Менің ойымша бұл сабақ бізді еңбекқорлыққа үйретеді. Себебі мен оны былай түсіндірер едім. Сейітқұл сияқты адамдар кездесе бермейді. Оны мен мына мысалдармен дәлелдей аламын. Кедей үйлерді байытып, қамқор жасау керек. Жақсы, рахмет. Отыра ғой. Үшінші топта бізде Айша оқи ғой. Оқи ғой. Бұл сабақта бәрі адалдықпен айтылды деп ойлаймын. Себебі оны мен былай түсіндіремін. Бүгін бізде қыпшақ Сейітқұл арқылы сабақ айтылды. Мен оны
рахмет балалар. Рефлексия жасадыңдар, енді үй тапсырмасын жазып алыңдар, күнделіктерін ашыңдар. Үйге тапсырма авторға, кейіпкерге хат жазамыз. Яғни, так, Сейфолға. Ал біз ретінде хат жазу мүмкін. Ол кісінің істеген іс-әрекетіне ризашылық білдіріп, сол сияқты хат жазамыз. Түсінікті ме? Және де авторға. Автор деген бізде кім болды? Ыбырай Алтынсарин. Және де Ыбырай Алтынсаринға осындай шығарма жазып берген үшін алғыс ретінде жазу болады. Түсінікті ме? Жақсы, сабаққа қатысқандарыңызға рахмет.